Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Камшат арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тәтті, жұмсақ болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыздар. YouTube арнамда күнделікті жаңа рецепт шығып тұрады. Сондықтан арнама тіркеліп, бірден қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен апара дайындауға кірісеміз. Жылы сүтімізге құрғақ ашытқымызды, қантымызды салып, бір араластырып аламыз. Үстіне ұнымызды салып, шанышқының көмегімен араластырамыз. Нәтижесінде бізде осындай қоймалжың апара дайын болады. Енді осы апарамыздың бетін жауып, жылы жерге 15-20 минутқа көтерілгенше қоя тұрамыз. Осылай апарамыз толықтай көтерілгеннен кейін үстіне қантымызды, ванильді қантты, жұмыртқамызды және тұзымызды қосып, барлығын жақсылап лопатканың көмегімен араластырамыз. Қамыр араластыруға қолданылатын шпательді қолдансаңыз да болады. Маған лопаткамен қолданған ыңғайлы болды. Бұл қамырды басып алмау үшін қажет. Қолмен істейтін болсаңыз, қамыр илейтін болсаңыз, қамырдың пышності, яғни үлпілдек массасын басып алуыңыз мүмкін. Сондықтан қамырды илеу барысында тек қана осы лопатканың көмегіне жүгінетін боламыз. Ұнды бірте-бірте қосамыз. Ұнның екінші бөлігін қосып бір араластырып алып, тағы да екінші, үшінші бөліктерін қосатын боламыз. Бізде өте жұмсақ, қолға жабысатындай қамыр болып шығады, бірақ артық ұн қоспаймыз. Соңғы ұнның бөлігін қосқан кезде мен осындай торттың бетін тегістейтін шпательді қолдандым. Себебі менде қамыр илейтіндей шағын кішкентай шпатель болмады. Лопатканың көмегі күші жетпегендіктен осылай шпательдің орнына осыны қолданған болатынмын. Міне бізде дайын болды. Қамыр өте қолға жабысқақ. Мұндай кезде біз енді жұмсақ сары майымызды қосып, майдың барлығын қамырға сіңдіріп шығатын боламыз. Қамырды толықтай жинап алу үшін үстіне кішкене ұн сеуіп, осылай жинақтап алатын боламыз. Ковригімізден ешқандай да артық ұн қосудың қажеті жоқ. Осындай бізде өте жұмсақ қамыр пайда болады. Ыдысымызға кішкене ұн себеміз де осы қамырымызды салып көтерілуге қоямыз. Бізде қамыр өте жұмсақ, бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағат, 1,5 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы үстіне кішкене ұн сеуіп, ақырындап бір басып аламыз. Ыдысымыздан алып, 90 граммнан өлшеп алатын боламыз. Осылай өлшеп алған қамырымызды дөңгелек формасына келтіреміз. Барлық қамырларымызды дәл осылай бөліп алатын боламыз. Булочканың формасын өзіңіз қалағандай жасасаңыз болады. Мен тек қана осылай қарапайым түрде, оңай түрде дөңгелек формасында жасадым. Және мен форма ретінде осындай 4 бұрышты осылай созылатын раздвижной деп айтады. Осылай әртүрлі өлшемге келтірілетін форманы қолдандым және оны фольгамен орадым. Себебі оның асты жоқ, сондықтан фольганы орап, фольганы майлап алдым. Кішкене жан-жағын барлығын осылай формасына келтіреміз де қамырларымыздың арасын кішкене ашық етіп
қойып шығатын боламыз. Барлығын осылай салып алып, бетін пищевая пленкамен жауып, тағы да көтерілуге қоятын боламыз. Міне осылай біздің булочкаларымыз көтерілді. Енді бетіне жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, араластырып жағып шығатын боламыз. Сүттің орнына суды қолдансаңыз да болады. Булочкаларымызды алдын ала қызып тұрған 180 градуста 30 минут пісіреміз. Міне біздің булочкаларымыз пісіп шықты. Енді 1-2 минуттан кейін формадан алатын боламыз. Ыстық күйінде формадан босатамыз. Фольгасын және форманы алып тастаймыз. Және де бетін жауып, бөлме температурасында суытамыз. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте дәмді, тәтті булочка болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бірден айтамын, осы рецепті еселеп, 2 еселеп жасауға кеңес беремін. Себебі бұл порция ешкімге де жетпеуі мүмкін. Міне ортасы осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз.